Мәнекей Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына келдік. Қазір мына жақта Сәкен мырзамен кездеспекшіміз. Бұл кездесуді ұйымдастырған ақын Сауырбеков мырзаға көптен көп рахмет. Ассалаумағалейкум. Приемдамыз, күтіп отырмыз. Неге? Сәке, былай ғой. Мысалы бізде бірінші класстан бастап балаларды грузить етеді мектепте. И одан кейін неге 4-5 классқа келгенде уже былай да бала уже оқығысы келмейді. Это нормальный үрдіс бізде солай қалыптасқан, өкінішке орай да мысалы. И балалар немен шатасады. Бізде қазір 11 класста егер білетін болсаңыз, 11 класста уже неге? Мынау функционал сауаттылық, мысалы мәтінді тек қана қазақ тілін жаңа грамматикасын сұрамайды, ана мәтінді сұрайды, сен түсіндің ба жоқ па? Оны бірнеше сұрақтармен сұрайды, конкретно түсінді ма жоқ па? И балалар қазір қазақтың балалары өзі құлап жатыр да ол пәннен, қазақ тілінен екі алып жатыр. Өйткені нені түсінбейді мәтінді. Сәке, мынау өнер адамдар дейді ғой. Қазір мысалы біз балалармен жұмыс істейміз. И балалардың көбісі мысалы былай мынандай ойға келеді. Мен өнер адам болам, мен музыкант болам, мысалы мен суретші болам, маған математика керек емес, физика керек емес, мысалы. Вот соған қалай көз қарасыңыз? Мен құптайтын жағым да бар, құптамайтын да жағым бар. Неге десеңіз, мәселен, мен бұрын Республикалық эстрада цирк колледжіне тапсыруға келген кезде сіз нота білмейсіз деді. Сосын жарайды, бірақ жаңағы есту қабілетім, тыңдау қабілетім барлығы жақсы. Өзім бала кезінде барабан ойнадым. Сонда мен Республикалық эстрада цирк колледжіне келіп, соқпалы аспаптардың нотамен ойналатын бірінші рет естідім. Бірінші рет көрдім. Хет дейді, хай-хет дейді, тарелка дейді, том, большой том, малый том, рабочий барабан дегендердің барлығында нота болады екен. Оның кәдімгі жаңағы нотный стан дейді, 5 сызықтың ішінде әрқайсының несі жазылған. Сонда мынау нота дегеннің нағыз математика екенін сөзді ұғындым да мен. Сол сияқты бұл математика кез келген жерде керек, мен түсінігімде. Ал енді бірақ кейде бір саланы таңдаған адам не ашып кетеді. Ананы оқығысы келмейді, құлқы да болмайды, класспен бармайды сабаққа. Сол орайда кейбір мемлекеттердің сондай бір салалы, бір жүйемен ғана оқытатын кейде құптаймын. Басқа нәрсемен миды ашытпайды. Жаңа сіздің жүйеңіз сияқты есептеп келдің, сен былай теория жүзінде керек болғанмен, сен практика жүзінде оның керек жоқ болуы мүмкін да. Сен алдағы өміріңе оның ешқандай қатысы жоқ. Бірақ сенің жаңағы есте сақтау қабілетіңді дамытуға оның барлық керек болуы мүмкін. Бірақ өміріңде оның саған ешқандай пайдасы жоқ. Деген мәселелерде кейде құптайтын жерлерім де бар. Бірақ мен ойлаймын, шынында бірақ кез келген адам жан-жақты болған жақсы. Мәселен, менің біздің деп айтайыншы енді смарт өнер мектебін ашуымыздың да мақсаты сол еді. Мейлі бізде оқып жатқан 300 баланың барлығы бірдей әнші болып кетпейді, оның барлығы бірдей Мейрамбек, барлығы бірдей Сәкен болып кетпейді, Кенжебек болып кетпейді, Мақсат болып кетпейді. Бірақ сол 300 баланың бір үшеуінен жарық жұлдыз шықса да біздің еңбегіміздің жанған. Ал егер олар басқа мамандық таңдап, өздерінің сияқты бизнесмен болып кетсе, математик бола ма, инженер бола ма, қай саланы таңдамасын, сол салада өзінің ортасында суда жүзген балықтай еркін сөйлеп, жаңа сөз саптауы дұрыс болып, ойлау қабілеті, ашық жарқын болып, адамдармен танысып, тіпті жеңілісті дұрыс қабылдай алатындай психологиялық тұрғыдан біз балаларды тәрбиелейміз. Сіздердің жасап жатқан мына дүниелеріңіз мен өте құптаймын. Негізі сіз айтқан нәрсені бірдей көп нәрсе бар екен, Сәке. Рахмет. Енді Сәке, екінші сұрақ мынандай. Біз балаларға қазір мынандай не береміз мысалы. Мынау TED Talks деген бар, бір өз ойын мысалы TEDx деген бар ғой. Иә, TEDx деген сахнада өз ойын мысалы дәйектейді, бір нәрсені айтады мысалы сахнада.
И біз балаларды мысалы дайындаймыз да, и сол кезде бір бала мынандай тақырыпты алды да, біз мектепке кіргенде дейді, енді таңертең мысалы понедельник келеміз, сол кезде бәрі, анау екінші обувь, жаңағы сменный обувь қайда, ананы сөрт, солай қарсы алады. Неге бізді жаңағы сәлеметсіз бе, қош келдіңіз деп жылы шырай танытып, неге қарсы алмайды үлкен кісілер деп менен сұрап жатыр да. И ол кісіге мен айттым да, мысалы бізде не бар ғой, Кореяға барып келдік осы жағында, мысалы Түркия, басқа елдерге жаңа бұл білім жағын зерттеп барамыз да, и ол жақта кәдімгі мынау аньяңхасио деген сәлеметсіз бе деген бүкіл жерде естіледі, базарда жүрсең де, магазинге кірсең де, мектепке, кәдімгі сыпайылық бар да. Бізде қазақтың қанында ол бар негізі ше, біз сыпайымыз өте, бірақ өмірге келгенде оны қатты қолданбаймыз. Мысалға менің қызым да балабақшаға, сосын Зердеш деген үлкен кішкентай жаңағы мектепке дейінгі балалар дайындайтын мектепте оқып жатыр. Сонда мұғалім байқамай қалды да, өткенде барып, қызымды мен апаратын болдым, бір қуантқым келеді ғой, алып кеткім келеді, апарғым келеді, бір әкесі сезініп жан-жағына қарап мақтанғанын, оларды бірдеңе алып беріп, қуантқым келеді ғой, үнемі ат үстінде жүретін азамат болғанмен бір көңіл бөлуге тырысамын. Сонда бір қолым қалт еткенде ерте шығып жұмысқа, сол бір күн апарсам, енді кептелісті білесіздер ғой, 5-10 минут кеш шығып қалдық. Сөйтіп едік, жаңағы алдынан тәрбиеші шықты да, ойында ештеңе жоқ, күліп, жаным, Раяночка, қош келдің, жақсы демалдың ба, бірдеңе деп, неғып кешіктің деді. Бітті қызым, ертесіне жылап масқара болды. Сосын кейін жұбайыма айттым, ойбай апайына, жаңа өздерінің чаттары бар ғой, сол жерге міндетті түрде хабар бер. Баланы ешқашан травмировать етпесін, салмақ салмасын. Ол кешігейін деп ойлаған жоқ қой Раяна. Ол бала кешігуге себебінің салдары кептеліс болмаса, екінші өзіміз. Ерте тұрып, ерте апаруымыз керек. Ондай ескертулерді ата-анасына айтыңыздар. Бала ана жерде жылап масқара, кәдімгідей соққы қалды. Мен кешігіп келдім. Тіпті үйден тамақ ішпей шығатын шығарды. Мен кешігіп балам, апайым кешіктім деп айтты деп. Сондай кезде баланың тілін табу керек деп ойлаймын ондай кезде. Екінші мәселе оған байланысты. Бұрын мысалы бата менен ер көгере деген нәрсе бар ғой. Ол енді бізде қазір бата айтатын үлкен кісілер де қалмай қалды мысалы. Мен өз балаларымды мысалы жіберем, танымаса да үлкен кісі ассалаумағалейкум, таң қалады да мысалы, уағалейкум ассалам, жаттанды сөз болса да енді таудай бол деген сияқты бата айтады. Мен әдейі істеймін да оны. Кішкене анау батасын алсын, өйткені солай не қылады. Ол неге мысалы бізде қазір қатты дамымай кетті мысалы қалаларда? Не үшін? Оны жандандыру үшін не істеуге болады? Бұрындары қалыпты жағдай еді. Амандаспасаң керісінше мұнда тәрбие көрмеген ба дейтін еді. Қазір амандассаң таң қалатын жағдайға келіп қалдық. Қазір жасыратын жоқ, бір отырыста Асанәлі әкеміз бір кішкентай балаға бастың құлағын кесіп беріп, жылап қашқаны бар ма баланың есімізде. Бұрын құлаққа таласатын екен. Сондай заман ғой енді. Бірақ меніңше әлі де болса, мысалы алыстан жақыннан келген көптеген ислам ғалымдары Қазақстанға келгенде біздің мешіттегі жастарды көріп қатты қуанады, көзінен жас шығып кетеді. Жаңа амандасу мәселесі енді бірін айтып біріне кетіп қалып жатырмыз ғой. Оны қалай мысалы қалай жандандыруға болады бұны? Жалпы енді әркім өзі бастау керек па? Үлкен кісі жаңа интеллигенция дейміз, солар бастау керек па? Не істейміз оны? Үйден басталады. Үйден басталады. Мысалы кейде біз өкінішке орай алыстағыны көреміз да мұрнымыздың астындағы көрмей қаламыз. Өзімізше ақылшымыз, әлеуметтік желілерде керемет посттар жазамыз. Бірақ қанша адамдарды білемін мен? Қазақ дейді, бірақ отбасында орысша сөйлейтін адамдарды білемін. Білемін, қазақ дейді, бірақ басқа әрекеті басқа адамдарды білемін. Сол орайда мен мәселен үйімде кәдімгі ас қайырам ғой. Әлхамдулиллахи роббил аламин деп бастасам, біріншіден мысалы Аллаға шүкіршілік айтасың ғой, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисімен, әрекетімен, амалдарымен. Осы асты бергеніне шүкір Алла тағала, осы ризықтандырғанына шүкір. Әлхамдулиллахи роббил аламин деп бастасам, менің бір жасар қызым қолым бітеді қазір. Көрген істейді. Ол не жүрді? Сен үйт, ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің деген әңгіме. Ата келді, ассалаумағалейкум деп, өзіңіз сияқты отбасынан бастау керек. Өкінішке орай мен кәдімгідей жүрегім сыздап кетеді. Қандай өрімдей әдемі жас қарындастарымыз, тұрмыстағы деп айтайыншы. 20 жас, 23, 25 жастағы қарындастарымызды 30-ға шыққан ордабыздар азаматтарымыз түріне қарасаң кәдімгі қазақ керемет. Бірақ орысша сөйлеп балалармен сөйткен кезде бір өткенде бір жаттығудан шығып келе жатсам, қандай енді болашақты мына баланың қолында ғой деп тұрған бала
керемет спортшы, судан жүзіп келді бассейнге келіп. Әкесі күтіп жатыр. Кел балам деді. Че говоришь деді бала. Ойба, мен сағым. Че говоришь папа деген кезде мен уже бітті енді ана. Кел бала, ана кісі мені танып, менен ялғаннан сөйлеп тұрды ана қазақша. А баласы келіп те шай жіберді да. Сондай нәрселер өте жүрегің сыздайды. Әрине қазақша білмеген қазақтың барлығын қазақтың дұшпаны деп айта алмаймыз енді. Өзінің іскерлігімен, өзінің өнерімен, өнер тапқыштығымен, жаңашылдығымен жақсылықтар енгізіп жүрген мықты басқа салада, медицина саласында, құрылыс саласында жақсы жұмыс жасап жүрген адамдар бар. Бірақ соның барлығы қазақша білсе екен. Жаңа қысқаша айтқанда негізі әркім өзінен бастау керек дейміз. Өйткені біреуден күткенше өзімізден бастаған абзал. Солай. Қысқа несі қайырсақ. Енді Сәке тағы да мынау жаңа көрсеттің ғой, Алина Тилки деген Түркияның әншісі. Бүгін сенбі, ертең жексенбі, одан кейін дүйсенбі болады деп жазды. Тіпті кеше қай күн болғанын білетін қыз болып тұр ғой. Жоқ, сұрақ мынандай, қараңыз, бұл постқа, твитке 19.000 лайк. Это 9 сағат бұрын енді сол кезде да 19.000 лайк, 1400 репост, 4.000-ға жуық не комментарий. 9 сағаттың ішінде. Бұл біздің жаңа қоғамның деңгейі ме негізі? Қалай? Өйткені мынандай постты репост жасап, коммент жазып, мысалы, лайк қойып, бұл сонда не? Мен сізге осы сәтті пайдаланып айта кетейін. I'm Single деген үлкен жобаны Қазақстанда мен Қазылар алқасында болдым. Сонда финалға менің бір фаворитім шықты. Ешқандай сыбайластық жемқорлық деген жоқ. Оның таныс тамыры Айри деген әншіні мен кәдімгідей ол әлемдік деңгейге шығуға лайықты қыз деп есептедім. Оны бүкіл конкурсанттардың көзінше де айттым. Жасырған жоқпын. Айри деген қыз, Айгерім Рақыш деген қыз. Соны Айри деген псевдониммен сахналық лақабатымен шығады. Соғызды енді қазақша десең қазақша, орысша десең орысша, ағылшынша, итальянша, французша, кез келген тілде қытайша да ән шырқап жүрген қыз. Сол қызға мен фаворитім деп әншілердің ақ көзінше айтып жүрген, тіпті бәрінің көзінше. Бірақ енді ол жерде менің құзырым жүрмейді, тек баға бересің, халықты дауысы халық береді. Содан бірақ енді Нұрболат Абдуллин деген тоже жақсы керемет әнші бар. Сол бауырымыз диапазонда кең, қазақтың даласындай. Сол жігіт ойладым. Сөйтіп Роман Кимнің үшеуі түсті. Нұрболат Абдуллин, Роман Ким және менің фаворитім Айри. Үшеуі шықты. Үшеуінің қайсысы орын алады екен деп отқан кезде мен жасырмай қояйын. Халықтың махаббатымен Нұрболат өтіп кетеді деген ойда болдым. Нұрболат өзім бауырым ренжімейтін шығар, бірақ Айриге жанкүйер болып отырмын да мен. Қазылардың алқасында болсам да. Сөйтіп отқан кезде күтпеген жерден Рома таш еткізіп бірінші орын алып кетті халықтың дауысымен. Ешқандай қазақ дауыс берген жоқ. Ромаға ешқандай демей ақ қойын, Алла кешірсін. Ромаға ары кетсе 10% халық дауыс берген шығар деп ойлаймын. Қалғаны өзінің ағайындары, користері. Сонда жасыратын жоқ өзіміздің селсоқтығымыз. Кеше Ержан Максим деген құлыншағымыз дауыс беріп жүрді. Мен бірнеше рет салдым, Ержанға дауыс беріңіздер деп. Одан бөлек Ержанның ссылкасын, сілтемесін жібердім. Ержанның өзі сілтеме жіберді. Жарайды. Қап, сосын біреулер енді халықтың аздығына сайды. Осы халықтың аздығы осындайда көрініп қалады. Қарашы енді мына польшалықтардың отып кеткенін қарашы деген сияқты. Шынтуайтына келгенде, сонда мен Шымкенттен ұшып келе жатып, бір күннің ішінде 50 адаммен кездестім. Әдейі эксперимент жасап көрдім. Ержан талқыға салам өтіріктен. Моя құтты болсын орын алыпты ғой. Ол екінші орын алды ма дейді. Біреуі бейхабар. Екіншісі, көрдік дейді. Дауыс беріңіз бе десем, білмеймін дейді. 50 адамның біреуі ғана дауыс берген, Раке, сенесіз бе? 50 адамның біреуі ғана. Сонда жүрген бардың мен қарайтынымыздың салдары бізді осындай деңгейге түсіреді. Мынандай сұрақ, біз балалардың жаңағы сағынсындырмау деген мәселені талқылап отырмыз қазір. Смарт мектебі болсын, біздің жаңа аргументі болсын. Мына жақта мынандай бір щепетильный бір сұрақ сұрайыншы. Димаш халықтың сүйіктісі, қазір жаңағы үлкен шаруалар атқарып отыр мысалы, иә. Бірақ кезінде мысалы
енді мен білгенім Ринат Зайытовтың өзі мысалы қандай пікір білдірді жюри ретінде. Әнің бірінші рет естіп отырмын. Өтірік айтпай ақ қояйын. Мен енді андай вокал жағын білмеймін, мына жағын айтып жатыр ғой, анау артық болды, мынау былай болды. Өзім сен сияқты әншілерді көрсем қорқамын шыны керек. Егер де бұл бала сол кезде Ринат ағамызды тыңдап өнерден кетіп қалса, немесе ренжіп қалса, қазіргі Димаш болмас еді мысалы, иә. Енді қазіргі біздің бүлдіршін мысалы оқушылар, жастар дейік мысалы, иә. Соларға қандай ақыл кеңес береміз? Бір жағынан үлкен кісілер тыңдау керек. Біздің жаңа немізде бар ғой жаңа дәстүрде, иә, менталитет. Үлкен кісі айтты ма тыңдау керек. Екінші жағынан не істейміз? Қалай? Бұл кәсіби деңгейдегі адам айту керек қой оны. Онда енді оны әке-шешесі де, мәселен Димашқа салатын болса, өзінің әке-шешесі де өзінің жағдайын атымыз өзіме мәлім дейді ғой қазақ. Әркім өзінің қай жерге дейін шабатынын біледі ғой. Қай деңгейдегі әнші екенін біледі. Сонда да жастар мысалы мынау менталитет бар ғой біздің жастарда да, қазақпыз. Не істейді? Мысалы мынау Ринат деген көшедегі адам емес. Ол да жаңағы өнерге жақын. Ол кісі бір нәрсе айтып отыр. Ринат айтса, ол ақындықтың сөздің төңірегіндегі әңгіме айтса, сын айтса, онда оны қабылдауға болады. Ал ол Ринат әнге баға беруге тиісті емес адам. Ол сөзге, ақындыққа, жаңағы сөз саптауына, тіпті жаңағы лингвистикалық жағынан, әріптік қателерден, грамматика жағынан, одан қала берді. Көп қой енді, мысалы, өзінің заңдылықтары бар. Сингармонизмге айтса болады, дыбыстардың үндестік туралы әңгіме айтса болады. Ол жерде диапазон немесе дауыс туралы әңгіме болмау керек деп ойлаймын өз басым. Ал әншілерге музыканттар ғана баға беру керек. Ән жағына келген кезде. Ән әрине өлеңнен, сөзбен, саздан тұрады. Сол себепті Димаш өзінің былайша айтқанда, мен бір құдіреті күшті Алла тағала бір таңғаламын. Сол Қытайға кетердің алдында бір 3 ай бұрын ба, 2 ай бұрын ба үлкен керемет мемлекеттік маңызы бар концертте бас қостық бәріміз. Ескендір ағамыз бар, Лаки Кисоглу бар, Нұрғали Юсупжанов, Ескендір Қасанғали. Бәріміз тұрғанда Димаш жақындап келді. Өзі көпшіл ғой. Ешкім жатырқамайды, барлығы гримерны аралап, ағалармен амандасып сөйтіп жүреді. Бала кезінен танимыз, Қанат пен Светамен араластық Ақтөбеде жүргенде. Сөйтіп, кел балам, сосын қалжыңдадым. Балам, кетші бір жаққа деп қалжыңдадым да енді. Сосын тұрып, түсінбедім аға деп сөйтті. Әлемдік деңгейге шығатын әншісің ғой сен, баршы бір жаққа. Кім Витас енді, Витас екі ара баласың ғой деп қалжыңдадым. Аға кетіп бара жатырмын деді. Шыны керек, ол кезде бәріміз жүре тыңдадық. Мен бір конкурсқа кетіп бара жатырмын деді. Барып қайт, бағыңды сына, жатпа бір жерде. Қазақта сөз бар ғой, ауылдағының ауыз сасық деген. Әшейін бұл жерде қап қоймашы, бұл жерде жүрсең, сені қолға су құйғызып, сені жүйкеңді жұқартып жібереміз деп қалжыңдадым. Алланың аузыма салғаныма бір айдан кейін кетті, бағы жанды, көрсетті. Мысалы, біз неге бағалай алмаймыз деп біз өзімізді кінәлаймыз, нашын тойына келген кезде. Бұл жердегі мына мысалы түсіріп жатқан камералардың сапасы, HD формат, сахнаның декорациясы, жарықтардың түсірілуі, дыбыс ұлғайтқыштардың керемет жетуі, ана имиджмейкерлердің, костюмерлердің ана баламен жұмыс жасаған кезде өзіміздің Димашымызды танымай қалдық. Мысалға да, мәселен, мен барайыншы, мен де мүлдем шетелдің жігіт сияқты шығарар еді оларда керемет қыпты. Аллаға шүкір енді осы түрімізге де, бірақ сол сияқты оған тілекші болған адам көп. Біз айтамыз, ой кеткен екен, жоқ, бар кезінде де тілекші болдық. Өткенде Әділхан Макин деген баламыз Славян базарынан бірінші орындап келді, бас жүлдені жұлып алып келген бала. Соны құттықтап жазып жатсам мен мысалға, ой, әні жеңіп еді, уже құттықтай бастады, бұрын қайда қалдыңыз дейді да. Ал мен осы жердің студенті. Ол баланы Қарағандыда жүрген кезде Жұлдыз деген фестивальде де қазылардың алқасында болғам. Ол кезде де тіпті сахнаның артында тұрып, сахнаның сыртында тұрып, Әділхан Макинді қолдап ән шырқағаныма шейін фактілер бар да. Және Славян базарына сосын Ерік Төлентов деген біздің бір студентіміз бар. Ерік Төлентов пен Әділхан Макин екеуін дайындаған кезде Әділхан Макин славянский базарға жіберу керек деп, біз Бағым Мұхидинова бар, Лаки Кисоглу бар, Янис Кайсиди ұстазы бар, осы жердегі Люция Төлешева бар. Барша азаматшылар
ол кезде біздің Асхат Маимиров деген біздің ректорымыз, сол азаматтың көрегенділігі, сол Макинді Славян базарына жіберейік деп шешім қабылдады. Неге десеңіз, оның дауысының мүмкіндігі эстрадалық симфониялық оркестрмен шырқауға лайық машықтанған. Керемет, құрметті көрермен, мына осындай баланан оқушының сағын сындыратын емес, бағын ашатын азаматтар көп болсын. Біз бүгін Жүргенов атындағы академияның проректоры Сәкен Мағазиевті қонақта болдық. Көп рахмет, Сәкен. Рахмет, келіп тұрыңыздар. Ал мінекей Жүргенов атындағы өнер академиясынан шығып барамыз. Өте жақсы әңгіме болды. Көп рахмет. Біздің арамызға жазылыңыздар.